Қонақ дастарханға өте дәмді және оңай жасалатын салат жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен сиыр етін қайнатып, турап аламыз. Алдын ала қайнатып, холодильникке пакетке орап салып қойсаңыз, жақсы кесіледі. Сосын осындай түрлі түсті болгар бұрыштар менде аз жасағандықтан бір түсінен ғана қолдандым. Егер көптеу жасасаңыздар, сары, жасыл, қызыл түрлерінен қолдансаңыз, салат әдемі көрінеді. Қиярымызды қалауымызша турап аламыз. Сосын осындай қызанақтың ішіндегі етті сулы бөліктерін алып тастаймыз да ұзыншалап турап аламыз барлығын. Ал зелендерден аздап укроп, кинзаны қатты ұсақтамай турап аламыз. Чеснокты күштен өткіземіз. Кішкене ғана бір жарты ас қасықтай соя соусы, приправалардан қара бұрыш, қызыл ащы бұрыш, паприка қосамыз. Солардың үстінен қызып тұрған майды құйып жібереміз. Чеснок приправалардың үстінен жақсылап араластырамыз. Мен әдемі болу үшін осындай жасыл бұршақ қостым, ол міндетті емес. Менде Кереге дүкенінің әдемі ыдыстары, жаңа жылға өте әдемі ыдыстарды таба аласыздар. Салатымызды осылай әдемілеп ұсынамыз, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал сіздерден лайк болсын.